Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздермен песочный тестадан осындай өте дәмді шығатын, дәмі ерекше самсаның рецептін бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен електен өтілген ұнымызға майымызды саламыз. Майымыз міндетті түрде мұздатқыштан шығуы қажет. Қатты болу керек, яғни жұмсақ болмау керек. Осылай үгітілмелі қамыр жасап аламыз. Қамырымызды жасап алдық. Енді оған айранға кішкене ғана жарты шай қасық сода қосып, бір шай қасық тұз қосып, жақсылап көпіртіп араластырып аламыз. Қамырымызға айранымызды құямыз. Сосын жақсылап илеп, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Басында қолымызға жабысады, кейіннен қолымызға жабыспай өте жұмсақ болып, әдемі болып иленеді. Описанияға барлық заттардың мөлшерін жазып қоямын. Міндетті түрде сол рецептпен жасасаңыздар, сол мөлшермен жасасаңыздар, самсаларыңыз өте дәмді шығады. Одан кейін пленкаға салып, мұздатқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Оған дейін салмамызды дайындаймыз. Сиыр етінен фарш және де картоп, сәбіз, пияз және де кішкене ғана көкпияз қосып, дәміне қарай тұз, бұрыш және де қызыл бұрышты араластырып, және де кішкене ғана оливке масло құйдым. Барлығын жақсылап араластырып дайындаймыз. Мұздатқыштан қамырымызды шығарамыз. Сосын әр қайсысын 30 граммнан кесіп жайып шығамыз. Үлкен қылып жасасаңыздар да болады, мен орташа көлемде осылай жасадым. Бұдан да кішкентай қылып спашка таяқшасына тығып, сәндеп, құдалықтарға, тойларға жасайтындай етіп жасасаңыздар болады. Осылай дөңгелек етіп жасап шықтым. Егерде қамырыңыз жабысып жатса, кішкенеден ұн салып, жайып шықсаңыздар болады. Бұл песочный тестадан көптеген нәрселер дайындауға болады. Самса, мясной пирог, және де выпечка, тағы да басқа неше түрлі тарталеткалар жасауға болады. Өте дәмді болып шығады. Барлығын дайындап болғаннан кейін бетіне жұмыртқамызды жағып, үстіне мак немесе күнжіт сеуіп шығамыз. Сосын 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. Осындай жұп-жұмсақ, әдемі болып шығады. Дәмі ерекше. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналымда өте оңай жасалатын рецепттер бар. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет.